Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қайнатылған тауық етінен жасалатын салат дайындау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 250 грамм қайнатылған тауық еті, 2 қияр, 2 қайнатылған жұмыртқа, 20 грамм салат жапырағы, 4 ас қасық майонез, 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш қажет. Қайнатылған тауық етін жолақтап тураймыз. Қиярды жолақша етіп тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаны да жолақша етіп тураймыз. Үстіне тұз бен қара бұрышты және майонезді салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын, өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Салат жапырақтарын салаттың астына төсеуге немесе жанына кесіп қоюға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк